Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам. Алматыға дейін неше шақырым? 1270-280. 1200 шақырым Дамаспен 0.8 объемы. Шыдай ма? Жете ма? Жетпей ма, мәке? Енді оны білмеймін. Оны осы видео барысында көреміз. Короче, біз сондай шешім қабылдадық. Комментарий пікірлеріңізге көрініп тұр. Пікірлеріңіз бәріне қарап. Жоқ, өз екеумізді ала беретін едік қой. Дәке, негізі, ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Біз Дәкең екеуміз сондай шешім қабылдадық. Дәкең Дамасымен, енді басында менікі еді, қазір Дәкеңдікі, Дәкең Дамасымен Алматыға дейін Дамаспен жетіп, Алматыда бір күн, екі күн Дамаста жұмыс істеп, ары қарай Жаркентке қонақ, анау мынау, сосын қайтадан Астанаға келеміз, осы Дамаспен. Енді Дамас шыдай ма? Біз шыдаймыз ба? Эвакуатор шақырмаймыз ба? Бензин қаншаға жетеді? Соның барлығын осы видеода көресіздер. Біз сағат... О, телефон неме өшіп қалыпты. Сағат 21:52 сағат 10. Біз шығайын деп жатырмыз. Қарағандыға дейін жетеміз Дәке. Содан кейін сол жақта демаламыз. Айтпақшы, мынаны қараңыздар. Уже бізде 10 мыңға посылка бар. Ол менің авторазборындағы запчастар Алматыға кете жатыр. Мен өзім собой алып алдым. 10 мың теңгеге жеткізіп беремін деді. Мәз болып қалды. Соншама затты 10 мың теңге ғана ма деп. Мынаншама затты 10 мың теңгеге апарып жатырмыз. Иә. Қайда 10 мың теңге нормально айтпадым. 20 мың теңге тиіп, хотя бы 20 мың теңге. Әлі бұған енді толтырып зат артайық десек, әлі менің затым салған жоқ. Машина толды. Айтпақшы, мәсташ камераны. Оппа. Достар, қараңыздар. Тоқта, бір тоқ. Давай. Құттықтасаңыздар болады. Бұл официально менің атыма ауысты. Көріндіктеріңізді лайк, комментарийға жаза беріңіздер. 490 деп өзім таңдадым. Демежанның ДМ деген. Демежанның машинасы 90 жылғы 4-тен красавчик көресіз. О, анау БДМ деген анау не емес па? БДМ. БДСМ. БДСМ. С қалып қойды. БДСМ. Жоқ, бұл Демежанның машинасы 90 жылғы. Бұл Демежанның машинасы. Қазақша оқыңыздар. Мынау Hyundai мені авторазборымнан алған, тегін. Одан кейін тағы алдынан да алған. Бұл мейлі. Бізде мынаны қараңыздар. Короче, Kia Rio-ның несін, сидениясын осыған салып алдық. Тағы алған заты Hyundai Шымкент. Бағана Семей еді, енді Hyundai Шымкент көрініп тұр ма? Досын авторазборын айналса күшті. Kia Rio-ның орындығын салып алдым. Короче, біраз зат салып қойдың ғой дейм я уже. Сиденья салдық. Мұнау деген рахат екен. Біз осы уақытқа дейін ағашта отырған екенбіз. Ағашта бізге Қалмұрат мастер братан салып берді. Қалмұрат салып берді ғой? Өзімді көмектесін. Сол салып берді, әдемілеп, көтеріледі, мотор ашылады. Бағана көтеріп. Как положено, заводской сияқты. Бағана біз свечамен фильтр ауыстырдық. Мұнаған наложение қоям. Жақсылап тұрып көріңіздер, қандай состояниеде шықты мұнау деген немене. Короче, Дамастан бұрын шыққан свечалар ғой мұналар. Цепление ауыстырдым, тросы кеткен. В общем, жолға шығып бара жатқан кезде май ауысқан, өзіміз сатып алғаннан кейін май ауыстырдық. Воздушный фильтр ауыстырдық. Таптыған жоқ, май ауыстырған кезде макин табылмай қойған қай жерде екен. Сосын макин ауыстырған ғой майды. Сосын свеча ауыстырдық. Все. Енді жолға шығамыз. Резина сатып алдым мен. Дөңгелек алдым. Көріңіздер ма? Доңғалақ. Әлі анау краскалары кетпепті ғой мынау доңғалақтың. Янда кісі ғой, әлі менің заттарым жоқ. Мен ойлағам негізі, мына жерде көрпе жаямыз. Мәселе ұйықтау ғой постоянно. Ұйықтау, жатсы. Солай деп ойлағам, болмай қалды. Жер заттарын көрсетші. Жүр. Көшейінде балсыз Алматыға. Бір 2-3 күнгі Алматыға бара жатырмыз. Bir айға бара жатқан сияқты жиналды ғой. Багажнигін ашады, маған көрсетеді. Шоке болғасын ғой. Мынау жейтін зат. Жейтін затта дұрыс. Көбірек жейтін зат керек. Жейтін зат. Соусымен бірге. Ой, қандай күшті колбаса дейсің. Чисто тамақ жеуге бар. Мынау сен киімің ба чемоданда? Мынау менің киімім. Еще аяқ киімдерім сыймай қалды. Еще аяқ киімдерім сыймай қалды дейді.
Мәссаған. Бір айға бара жатырмыз біз Алматыға. Сондай бір настрой бар. Короче, Алматы бізді күтіп алыңыздар. Күніне 50 мың теңге тауып атсақ, бір айға қалып қаламыз ғой Алматыға. Әйтеуір пробкасында машинамыз қызып кетіп, эвакуатор таппай. Алматыда алмайсың. Сен кінәлісің науғой деп жүрме маған. В общем, қызықты болайын деп жатыр. Жалпы, достар, болды, міне бастадық. Километраж бәрі нөлге қоямыз, полный бак бензин құямыз. Жалпы қалтамызда 50 мың теңгеміз бар. 20-25 мың теңгеден басқа артық ақша жоқ. Сол 50 мың теңгемен Алматыға дейін жетеміз. Қандай расход, не ішіп жедік, қайда түштік, қайда ұйықтадық, не істедік, короче, бәрін көресіңдер, е. Кеттік, мынаны артайық та, ке. Все, кеттік. Көрімдіктеріңізге лайк, комментарий. Сол жеткілікті көрімдікке. БДСМ. Сен көрдікке не бересің? Тағы не керек? Екі сиденье, руль, чехол, немене резиналар, мынау, екі подномерник. Сосын тағы не істеп бердің мен? Все, жарай. Бол, көрімдік. Конкретті көрімдік берді. Все, красавчик. Лайк басып қойыңдаршы Мәкеге. Не деген әдемі, Астана. Астана әдемі болып кетті. Новый вокзал жақтан шығамыз қазір. Жолда Зебра кофе көріп қалдық та. Уже расход басталды. Зебра кофеден. Дәке! Бірінші заправкаға келдік па? Құдай қаласа Астанадан шығып Жібек жолыға кірдік. Бірінші заправка, компас. Бұл жерден бірінші канистр аламыз, сосын полный боламыз. Дәкең айту бойынша 40 литр бак. Көрейік енді. Полный, тексермейміз ғой, өйткені мен бүгін таңертең құйған полный. Жоқ, қазір құямыз да, сосын қарағанға дейін 200 километр ғой. Сосын бір көреміз қанша дейін екен. Мен обнулил 28 километр осы жерге дейін. Сенің үйіңнен осы жерге дейін 28 километр. Ал кеттік. Қанша тұрады екен? Қанша тұрады деп ойлайсың? 10 литрлік бак. Ой, бак деп ғой. Канистра ма? Канистра. Екеуі алса, 3 мың теңге шығар. Қумаш, қайдағы 3 мың, 10 мың теңге болмаса де. Біз полныйға 3 мыңға құйдық. Қазір егер симай қалса возврат болады. Одан кейін Капают деньги, капают слезы. мынау тиіп жатыр қазір шықалтайды. Тиіп жатыр ма? Тиіп жатыр. Раз, два, три, четыре, пять, вышел, значит, погуляй. Тоқта, қара, сыйғызам мен. Давай, көрейік, сыйғыз әлі. Жоқ, фонарик керек маған. Кетіп отыр. Бітті? Бітті? Так, сияқты. Жоқ, міне тұр ғой. Да? Міне тұр ғой. Да, гарва деген осы ғой. Да, зуба болды ғой. 12 литр. Комфорт, компас. Трейлер. Компас па, комфорт па? Дәке құйып алды. Салқын палтара. Солайық. Бідәке, вообще алмап қол ғой. Акция дейді ғой қара. Май ғой бұл зай. Алайды? Акция болса ала бересің ба? Жүр. Осыны жерлер. Менде осыны ұмытып кеттім. Менде де бар ғой бұл. Мен ұмытып кеттім. Турцияға тағасын. Дамас деген бар ма? Дамас деген ба? Өзі Дамас Астанада екеу ғана ғой. Кепка сатам оған. Қой кеттік. Ана жерде су алып қойған дәке. Очки қарай. Не үшін очки? Дәке? Жараса ма? Жараса. Қай тақсай көрейік? Жоқ, маған айтты, ананы сені. Дәкең өзінің гаммам пехот етіп атыр. Анда машина. 2 канистр алдық. 2 канистра 5 литрдан 2100 теңге. Өзіме очки бар екен 4100 теңге. Конкретно очки, водительский. Өзімдікі Мәкеге қаз подарить етем. Сосын су алдық. Сушняк алдық, антифриз 1 литр. Не чек сақтап қоям, общий сосын расходымызды табысымызды. 3 мыңға бензин құйдық, 11300-ге қазір расход жасадық. Тағы 10 литр бензин аламыз. Кетті дәке. Не, көрін. 2 литр болды. Кәбі. Жаймен. 4 литр болды дәке.
Құймай қойды ма? Жоқ, мен 5 литрден құямыз екеуіне. Короче, әлі шыққан жоқпыз Астананың. Міне тұрмыз, мәкенің түрін көрсетейінші. Осын көрсетпесем болмайды. Екі қасық ұстап алған ғой. Күле берме деді ғой алдыңғы видеода. Қазір ас болсын. Күшті, Күшті иісі. әйелім қасықтар беріп жүрген ғой дәке. Ас болсын. 100 километрден кейін не болсын? Астанадан шықтық, жібек жолға кірдік. Қазір Астанадан шыққан жоқпыз ғой әлі. Қазір тамақ тойып жейміз де ұйықтап алайық. Кино көріп отырайық па? Планын қарасаңдаршы, не орнатқам мен өзіме. Сағат 23:29. Полный бак бензин. Полный бак бензин, 10 литр канистра. Шықпайды, е? Еш шықпады, потому что нормально төкпей салып, крышкасын тез байладық. Жесей тамақ. Қазір жеймін. Көрсетейін де. Өзбекше ма? Жоқ, қазір мұнда Яндекста клипы деген пайда болыпты. Привет деген карандашның клипі. Сенде не бар ма? Неме? Яндекс бар ма? Яндекс музыка. Яндекс плюс. Маған Ақша скид төлеп қойғансыз ма? 1900 теңге ма, 900 теңге май сайын. Неге айтпай жатыр? Өйткені машина қосылған жоқ қой. Аукс. Мәссаған. Не көрсетесің мен каналыма? Рақат. Дәке! Что там 90 қалай скоростың? Нормально, тут 100-де нормально стал. Білінбейді, е? Білінбейді. Енді обещуда вообще жоқ. Далада кетіп жатқан сияқтымыз. Далада 90 километр. Ат арбамен. Сонымен дәкең енді бір аккумулятор ауыстырса Доминик Демижан болайын деп тұр. Шашын алса, сосын Доминик Торренто болады. Кішкентай версиясы, Дамас версиясы. Ашкиім. Қазір. Кино шығарамыз. Доминик Торренто Дамас 3 деп. Ашкен құтты болсын. Рахмет. 64 километр болды общий үйден. Үйден ба? 28, сонда примерно 40 километрдей заправкадан кейін жүрдік, Қарағандыға жетеміз. Әлі бодрыймыз. Жақсы барлығы. Мүмкін Қарағандыдан Балқаштан бірақ қонайық па? Егер жақсы болып тұрса шығып кетеміз, Көреміз Қарағандыға жетіп алайық. Қарағандыға жетейік. Жағдайымыз қалай болады? Таңертең бір суға шомылып, Балқаштан шығып кетеміз. Кеттік. Мен ұйықтап тұрдым. Мәкені жол аманыздан апар. Ұйықтап береді. Сіз үшін ұйықтап береді. Ұйқыңызды қандырып береді. Короче, күлмейміз. Мен 100 километрден аса ұйықтадым. Қарағандыдан ақша төлеп өткен кезде посттан. Қарағандының несі бар ғой? Содан гаи тоқтатты, содан ояттым Мәкен. Гаи тоқтатты. Дәкең жақсылап тұрып тексерді. Дәкең документтері страшный екен. Четко, ровно бәрі. Артманды ашып еді, ішінен түрлі документтер шықты. Ажыраспаған, удостоверение, Каспий Голд деген карталарымен шықты ғой. Нормально. Базар жоқтан. Номерін жылтырып алып тұр. Жаңадан оформление жасағасың ба дейді маған. Страховканы тексерді. Сразу страховканы тексерді. Мен жазғам ғой, мен. Айтпадың ба, анау жазды деп. Екеуімізге де страховка қайда барасыңдар, анау жолда абайлаңдар, ұйықтаңдар, жолға байлаңдар, анау. Бұл негізі анау. Профилактика жүргізді ғой. Иә, сондай ғой. Барлық, бізден кейін де тағы біреу тоқтатты, бізді қойып жіберді. Біз Қарағандыға 44 километр қалды, мені ұйқым қанды. Өзі дәкең ұйықтаса, мен айдап кете берем. 500 жаңа тоқтадым мен, 500 теңгеге кофе алдым, туалеттер 100 теңге екен, 600 теңге кетті. 1000 теңге Қазавтожолға төледім. 595 теңге төленді ма, 595 теңге қалды ма? Қалдық жаза ма? Бұл жер ашық па? Сенде ашық па? Жоқ, маңа резинкасы жоқ та маңа. Сосын менде сумкада блокнот бар. Мен қазір блокнотқа тоқтағым соң бәрін жазамын. Қанша ақша кетірдік Алматыға, Алматыда қанша ақша табамыз. Сосын қайда Астанаға келген кезде бәрін көретін боламыз. Қарағандыға кірдік. Түнгі сағат 2:30.
2:31. Дәке, сізден бір сұрақ. Міне 200 километр дамаспен жүріп өттік, басып өттік. 215. Кешірім сұраймын. 215 километрді басып өттіңіз трассада. Бірінші рет 90 мен. Енді сіз өзіңіздің бір сезімдеріңізді айтып берсеңіз, машинаның сезімі қалай, өзіңіз сезіміңіз қалай? Қарап отырсақ, бұл машинаны қалай айтса, күтпеген байқадық біз. Воздушный фильтрді бүгін алып шықтық, заводтан шыққаннан бері машина ауыспаған воздушный фильтр. Свечасы тоже самый, наверное. Жоқ, бычыт болды. Свечаның ұшында зазор бар ғой, шығып тұрады ғой, темір, сол жоқ болып кеткен. Міне мынандай болып кеткен. Уже можно сделать выводы, қорытынды жасауға, машина күтілмеген, тем более коробкада. Корзинасы дейді. Передо корзина, цепление. Мысалы мен бағана вроде нормально келе жатыр, сосын өрілер бастаған кезде 5-ші скоростьпен 8-шіден бажылдайды. Газ басасын тартпайды. Тартпайды, 4-ке түсіріп. А оның алдында келе жатқан кезде вроде нормально болды. 100-ге дейін барды. Күшті 5-ші скоростьпен КамАЗдың артынан еріп бар жаттым, мәкен ұйықтап отқанда 100-ге дейін бастым. 190, 90, 100 деп нормально келе жаттым. Соң біраздан кейін машина қызыды, жүрді, сосын біраз осындай ақаулдары пайда болып жатыр. Соң бір корзина передогын қарату керек, я думаю. Бірақ енді свечасын ауыстырған соң от алады, жақсы, сразу сездім. Машина тартымын сразу сездім, бәрі жақсы болды. Енді осындай ұсақ түйектері бар, істеу керек машинаны, күту керек. Күтпеген адамдар бұны айдаған жұмысқа салып. Болды. Біз түсіндік, өте жақсы жауап болды. Сіздермен бірге болған трасса асфальтовна, знак полосовна. Келесі кездескенше сау, аман болыңыздар. Бұл әлі 200 километр, әлі алдымызда 1000 километр тұр. Енді оны білмейміз не болады. Сіздермен бірге болған трасса асфальтовна сау болыңыздар. Таңғы сағат 3-тен 13 минут кетті. Қарағандыдамыз. Драйвер. Біз мына жерде ұйықтаймыз. Қалай, Мәке? Рақат ұйықтады, қараңыздаршы, қалай ұйықтады, рақаттанып. Мен орындықта ұйықтадым, бычыт болды. Мына көшеге келдік, жаңа мен индрайвтан не тауып алғам ғой. Посылка 6000 теңгеге Алматыға, сосын 4000 теңгеге бір посылка бар. Қазір Қарағандыдан бір сағат 10-11-ге дейін посылка жинаймыз. Жолда ақтау керек, расходымыз көп. Қазір блокнотқа бәрін жазам. Айтқандай, Алматыға жетіп, расход 80 мың, доход 40 мың деп тұрмасын. Минус 40 мың деп. Жатысын қараңыз, рақаттанып жатты ғой. Мәке, что там? Ұйқыны бұздың дейді. Маған менен не деп сұрадың, айтшы? Сен қашан ұйықтайсың, неге ұйықтамайсың деп сұрашы? Сен қашан ұйықтайсың? Мен ба? Мен қазір Алматыға бара жатқан кезде ұйықтаймын. За рулем жүресің. Не деген адамдар ей? Жарты сағат келдім жаман жолмен. Дарсыда міне адресіне келдік. Телефон алмайды. Сағат 6:20-да бәле бар ма еді мені оятып. Мен кішкене тиын-тебен табайды дегенім ғой. Тиын-тебенді кішкене кешірек таппайсың ба, таң 6 демес. Ұйықтамаймыз ба, ё-моё. Тышқым келді. Сен ас басын. Білмеймін, мен ұйықтап жатырмын, екінші рет уже кофе ішіп жатырмын. Дәкең. Еще мынандай нелермен әйелім салып жіберген ғой жеңдерді. Орнымды аккуратно жинадым, қазір коробка алып шықса саламыз ғой деп. Қайдағы коробка? Отыр міне, сүмірейіп. Біз сағат қанша болды, неге мен соткам?
Saat неше болды? Телефон өшті. Saatқа қараш. 9:48 достар. Біз Қарағандыдамыз. Дорда күтіп отырмыз. 4000 теңгелік посылканы күтіп отырмыз. Мен ұйықтап жатқан кезде таңертең сағат 6:20-да мені оятты дәкең. Мен посылка таптым деді. 6000 теңге ма? 6000 теңгеге жүріп бардық деп қаланың ішінде. Сонымен барсақ көтермей қойды анау. Адам емес екен. Адам деп ойлап қалдық біз. Сосын екінші заказ шықты. Әне тұр. 4000. Қанша 5000 болды? 5000. Мынау енді біздікі өзіміз заттар. Аштаразорда оған 10.000 теңге аламыз, анаған 5000 теңге, қазір 4000 теңге. Бірақ осы 9000 теңгені алу үшін дәкең 3000 теңгеге индирайвқа не қойған? Немене қойдың? Объявление қойдың, не? Сондай. Жоқ, 9000-ға 3000-ға қойдық, 9000-ға алдық. 6000 теңге. 6000 теңге қалады енді. Ол да жақсы, жаман емес. Может, ары-бері бір обед ішсек, обедімізді көтереді сол 6000 теңге. Енді дәкең расходтарды страшно жазайын деп тұр. Себебі расходымыз көбейіп жатыр. Оны жазбаса болмайды. Бір айтайын ба не үшін жазайын деп отырмын? Не? Бүйтіп жазып қоямыз да, сосын сумманы көріміз, ойбай дейміз да, кішкене расход азайтамыз да. Абай расход жазбайсан, ала бересің. Бір шошытып мәкен жазып қойын деп тұрдым да. Мен тыныш қана ұйықтап отырмын ғой, сен ғой заправка кіріп кофе іше бересің. Өз өзімді шошытайын. Короче, мен ұйықтап жаттым. 2 рет кофеге кіріп шыққан. Сосын тағы не жедің, айт маған, айтпай. Болды кофе бар. Признавайся. Самомойка бар, 1000 теңге. Самомойка істеп тұрса, ұйықтап жатсам бірдеме шашырап жатыр. Көзімді оянып қалсам пена машина. Соған шашып жатыр, анау айна резиналы жоқ жерінен маған су кіріп жатыр. Бензин кетті, ең бірінші расходым. Бензиннен кейін магазинге кеттік, 11290. Точно. Солай. Біз Қарағандыдан шығайын деп жатырмыз сағат 10-да. Негізі мен ана жаққа кәдімгідей төсек жайып ұйықтап едім. 6:30-да болды, кеттік, тапсырыс аламын, анау деп барды. Мен ояндым, жинадым. Содан кейін все-таки нормально заказ алған жоқпыз. По идее, сол жерде тұра берсем болушы еді. Сен менің телефон алсам болушы еді. Құрамын ұйықтайды. Не істедің қазір ұйықтамай? Бірақ Бұл еще маған айтады. Біреу звондап қалды да бізге, Қалмұрат. Бұл айтады, я специально под солнцем поставил дейді. Күннің астына әдейі қойдым дейді. Мәкеңе тисін, сол мәкең сол оятсын дейді. Себебі мен таңертең бір рет сол ояндым дейді ғой. не сол оянды да ұйықтай алмай. Көре алмайтын мынау бара. Айтшы, қанша екінші рет бензин? 2000. Қашан бензин? Тағы да, ана канистраға оны. 2380. Канистраға 2380 теңге 10 литр бензин алып алғанбыз. Ол арқара мен есімде жоқ. Мойка 1000 теңге дедім. Все, біз посылканы алып кетейік болды. Қазір толтырып құйып аламыз. Содан кейін ары қарай дәкең ұйықтайды. қайдағы ұйықтайды? Дәкеңе мен әңгімені соғамын. Ал дәкең Алдайды. Ұйықтап алдым ғой мен нормально. Енді ұйықтамаймын. Шаршаған кезде ғана ұйықтаймын. Мен өзім рульге отырдым. Дәкең демалайын деп жатыр. Каваза жейін деп жатыр. Енді ары қарай бұл осырып ұйықтайды. Мен өзім рульді өз қолыма аламын. Және барлығын өз жауапкершілігіме, өз мойныма ілемін. Енді кеттік, дәкең айтады, сен бұны айдай аласың ба деген сұрақтар қойып жатыр екен. Айда аласың. Мен сенен жақсы айдаймын, дәке. Сені жақсы көрем, дәке. Ал біз әлі Балқашқа жеткен жоқпыз, Құдай қаласа. Білмейміз қашан жететінімізді. Аман есен жетіп алайық. Қайтайықсыз. Жетейік та қайтайық. Жүре бермейік ол жақта. Дәкең екінші кусок колбаса жеп жатыр да. Маған кесіп берей деген ойы жоқ мынаның. Мен білмеймін қалай болады, не болады. Мен соны кішкене түсіне алмай тұрмын.
мен алдына отырған кезде ой су ішесің ба, көтің таза ма, бумага керек емес па, су ішесің ба, дизе алайын ба, самса жейсің ба деп сұраған ғой. Мынада ондай ештеме жоқ, отыруын қара. Тамағынан қалай өтіп отыр, сұрадың ғой бутерброд жасап берейін ба деп, керек жоқ дедің ғой. Қашан керек жоқ дедім, алдына өт, алдына не істейміз дедім. Емес, бұл бизнес қой дәке. Мына пустой екен ше. Осы бізді алып кетсе болады ғой, бізді қинамай. Не дедің? Кішкене жел тұрса жүрмей қояды екен, мына бұханга бар ғой. Әрең келе жатырмын, осының көлеңкесінде келе жатырмын қазір. Кішкене алыстайын, машина тартпай қояды. 629 километрді Дәкең үйінен бастап басып өттік. Алдымызда тура сондай жол қалды, е? Короче, неден бағана бұлай кірем, өтіп кете жатыр едім. Бұл жақтан бұлай қарай кетеді, ол Шымкенттен келе жатқандар Астанаға кетеді. Бұл жақтан келеді, Шымкент Алматы. Бұл жақтан Астанадан келгендер бұл жаққа кетеді. Сонымен мынау ашылған көріп қалдым. Ердос бауырымыз бізді таниды екен, базар жоқ. Тамақ ішіп алдық, құдай қаласа. Ең күшті жерде ашылыпты, жолдың ортасында. Тамақтары свежий, өте көп адам кіріп жатыр. Бір ай болды дедіңіз, жалғыз кафе ортада. Бұрын барлығы қаланың ішінде болды ғой. Ана көкемізге кішкене көмектесіп жібердік. Барлығы тоқтап жатыр. Бірінші өтіп кеттім мен ана жолдан. Сосын ашылғанды көріп артпен келдім. Сонымен кірдік, тамақ ішіп алдық. Енді келе жатқанда кіреміз обязательно. Бізге қуырдақ плов дайындап қой. Күтеміз. Все, кеттік дәке. Жұмыртқа жеп алдық. Рахмет. Бір-бірімізді жақсылап улаймыз. Кім-кімді жақсы улайды, көрейік. Бағанағы неден шыққан кезде міне жол патрульдік полициялар тұр екен. Бізді тоқтатып, қал жағдайымызды сұрап, амансыңдар ма, барлығы бар ма, ауысып айдаңдар, праваларың болса деп нені айтып кетті. Мінекей номері 050. Шаршап қалған жоқсыздар ма деп. Патрульдік полиция. Ана 050 номер деп ма, қалай айтады оны? Бортовой номер 050. Kia Sportage машинасы әдемі екен. Все, осындай қызметкерлерге рахмет. Түнде де бізден сұрады, абайлаңдар, ұйқыларың келсе ұйқылағыңдар деп. Рахмет! Ана киноларда «Поворот не туда» деген бір страшный кинолар болды ғой. Нап-нормал Алматыға кетіп бара жатырмызда бір жерге бұрылып кетеміз. Макен бір жерді көрсетемін дейді. Сен көрмегенсің ғой. Сен анау Таиланд, Майланд деп жүре бермей, міне өзімізде Таиланд бар. Турция бар өзімізде. Қас көрсетейін сіздерге. Суық Балқашты көрсетемін мен саған. Балқашты. Балқашты қайда келдік? Көктем деген неге келдік. Мен жыл сайын 2-3 рет келем осы жерге. Қалай екен? Бросет саған 2000 теңге қойып. Көріністі. Что там? Турция ма? Айтшы. Нормально айтса, кімнен ой алып жүрсің? Турция. Аса әдемісің. Соны алайын ба? Тек қана соны алып жүре берейін ба? Кетпейміз ба? Кетпейміз. Қайда қалматым әке? Су ыстық болып кетті. Қараш, дәкеңді көрсін деп алып кіргем ғой. Кетпейміз де біз зыбы шығарды. Негізі біраз әңгіме айтқымыз келіп тұр, бірақ видео өте қатты созылып кетеді. Бірақ осының өзінде біраз созылып кеткен шығар деп ойлаймын. Жолда өте көп оқиғалар болып кетті. Балқашқа кірдік, жоқ Балқашқа емес. Бірінші біздің қорыққанымыз Қарағандыдан бензин құйдық, Балқашқа дейін жете ма, жетпей ма деген қорқу болды. Одан кейін әйтеуір жетіп келген кезде бір кафе ашылыпты Балқаштың ортасында, сол газ энержиға жетпей. Батыр деген Батыр бәрі бар деген кафе ашылыпты, ол кірсек Ердос деді, Ердос деген мен сіздерді танимын, қалайсыздар, не болып жатыр, не жаңалық деп әйтеуір бізді күтіп алды. Одан кейін одан шықсақ, жол патрульдік полициялары тоқтатып, бағана айттым ғой, 050 еді, бортовой номер. 050 бортовой номер тоқтатып, қалайсыздар, қайда бара жатсыздар, жел кедергі жасап жатқан жоқ па деп әйтеуір барлығын сұрап, документтер жайында ма деп
все аман есен барыңыздар, қараңыздар, ауысып айтаңыздар деп. Қарағандыда да сұрады, иә? Иә. Қарағанды неден шыққан кезде, шлагбаумнан шыққан кезде ол бір рет сұрады, сосын мынау сұрады. Осылай, одан шығып біз Демежан әлі мынау неге келмеген екен. Өзі мынау Данан дейма бір жерлерге барған өзінше, бірақ мынау тұрған Балқашқа келмеген екен. Иә. Соны алып кірдім, 2000 теңге төледік. Қайда мынау шешіп тастадың ба? Жаңа беременныйлардың қолына тағатынды айтып, қолына тағып берген. Қолына былай тағып берді екен. Сіздер біздің клиентімізсіз, ешкім ештеңе айтпайды деп. 2000 теңгеге шомылдық. Оны да көрдіңіздер. Рахаттан шомылдық, иә? Бүгін кішкене жел болғанда толқын қатты болды. Жас балалар шомыла алмайтындай толқын болды ғой. Бірақ күшті болды. Енді бірақ бізге күшті, рахат. Кеттік десем, жоқ, бармаймыз Алматыға, осы жерде 2 күн демалайық, не істейміз Алматыда деп. Әйтеуір, әрең алып шықтым мын жақтан. Жүр деп. Сосын магазинге кірдік. Магазиннен заттарды алып алдық. Алған затымыздан бір семечке қалды, иә? Иә. Или оны басқа жерден алдық па? Заправкадан алдық. Заправкадан алдық. Неше километр қалды айтшы? 350 километр қалды. Біз максимально тамақ алып атқан жоқпыз. Әлі тамақ ішкен жоқпыз, иә? Бір рет жұмыртқа жедік. Легкий болсын деп. Шай іштік. Енді ыстық болсын деп іштік. Мынау әйелім маған колбаса салып жіберген, бір тамақ салып жіберген, оны бітірдік. Колбаса бітейін деп қалды. Банан жедік я бір-бірден. Сосын алма жедік. Әйтеуір осымен максимальный каждый заправкаға кіргенде тек қана су алып шығып жатырмыз. Су алып шығып жатырмыз. Енді бір рет жинді алып шықтым енді. Іш пісті да. Одан кейін алып шықтым. Басқа амал жоқ. Білмеймін, сонда да расход страшно, иә? Страшно. Қашан азаяды расход? Так что? Аспасын. Дәке, арманымызға жеттік қой. Колбасаны қалағаныңдай қып кесіп жейсің ғой. Хоть нансыз жейсің. Хоть наннан үлкен қып жейсің, қалың қыпша. Бұрын айқай естігенсің ба сен? Қандай? Колбасаны жұқа қып кес, нанмен же. Көп жеме, көңіліңе тиіп қалады. Мен істеп тұрған қарашы. Ас болсын. Все, мы поднялись. Ешкімнен сұрамаймыз колбаса кесуге. Колбаса наннан қалың дейсің ғой кусогы. Қаласаң бұлай жейсің. Алматыға 130 километр қалды. Дәкен қазір темекі тартып жатыр. Осы уақытқа дейін айдап келдім, музыканы айттым, болмады. Айнаны ашып қойдым, болмады. Банан жедім, болмады. Қазір 12:30, 12 жарым болды. Ұйықтайық десем, Дәкен айдай беремін дейді. Білмеймін. 130 километр, 2 сағат 2 минутта жетесін деп тұр. Негізі мен ана жерге орын салам деп ойлағам, бірақ шаршаптым. Ұйықтаймын. Бағанағы жерде Дәкен маған темекі тартып алды. Сонымен ұйықтаймыз. Неше минут ұйықтадық? 10-15 минут. 10-15 минут ұйықтадық. Сонымен бір кезде Дәкен айқайлап тұрды. Не істеді біріншісінде? Қалқындырды. Сосын мейлі кішкене калима келтіріп ұйықтайық деп калима келтіріп ұйықтадық. Ол ұйықтап жатсам Дәкен шыңқырып жатыр да, андай басқаша демалдың да. Сонымен ояттым. Сосын шошып кеттің, байқадың ба? Қолымнан, короче, мысық кірді машинаға. Қолымда мысық ұстады. Деп. И біреу қылқындырды, короче. Сонымен мен де қорқып кеттім ана. Білесің ба, ана жерде көп не жоқ, иә? Парковкада машина. 2-3 машина тұр да. Білмеймін, сонымен екеуміз де кетейік деп шештік ана жерден. Сен демалғаныңда мен шошып кеттім барған жерде. Негізі бұл научный объяснениесі бар да. Миға, короче, не бармайды, қан бармайды. Қан емес андай. Ауа бармайды, кислородный галада не болады да. Кішіне қылқынасың, не болады сондай. А бұл мұнда еще түспен бірге, ебать, біреу қылқындырғанда, ё-майо. Сонымен 130 километр тағы ұйықтамай жүретін болдық.
тесті жетекші алматыда жарық жерге сен бағана короче машин өшірдік қап-қараңғы парковка қап-қараңғы арада аттың дауысы шықты бір деп ар жақта әйел адамдардың дауысы ха деді бля шошып кеттің темекі шегіп отырмын да содан біраздан кейін освещение жаздым да видео жаза бастадым жарық болып кетті да сосын бум деп от алды бір не продик па от алды или сотый ма от алды деп жыр деп кетті олар содан жарық жанған кезде ат та көрінген жоқ ана жерде адамдар да көрінген жоқ бір түрлі болып қалдым да соны келіп жаттым еще анау қылқындаған соң вообще ой жаман әйтеуір кеттік ана жерден білмеймін қанша километр қалды қашан жетеміз 25 бір сағат 125 километр бар құдай қаласа аман есен жетіп алайық сол қаланың ішінде жарық жерде ұйықтай берейік мен соны таң қалдым да ана жерде парковкада машина өте аз ал кеттік кішкене шошыдық сіздер шошымаңыздар артында біреу вау деп шығып қалса фильм ужас болып кетті ма не болып кетті артынан біреу вау десе трассадан кіргенімізге бір сағат болды на то базар бітпейді то джунгли то поезд мойыз стоп 40 еще бәрі жерде стоп развернитесь алматыдан шығып бара жатқан кезде вроде алматыдан шықтым бір ауылдан шықтым бірақ ауылдан ол да ұзын емес тік еще шықтым болды бакаттан неге шығып кеттім трассаға шығып кеттім неге сен қалай жүрсің былайынан держитесь левее қонаевпен кету керек еді қонаевпен как-то былай да былай прямо 1 километр 500 метров біз точно алматыдамыз алматыда емес прикинь басқа қалада жүрміз айтып жатырмын ғой мен ұйықтап жатырмын да бір қарасам былай кетіп жатыр бір оянсам былай кетіп жатыр бір қарасам астына қарай кетіп жатыр бір қарасам бағана кішкене нарушение жасадық енді мойындау керек сол екі машина көрсеңіздер бізді кешіріп қойыңыздар біз главныйдан екі машинаны бер жақтан да уступи бермеймін деп өтіп кеттік форсаж сияқты болды ғой андай болады ғой бүйтіп лоп келе жатады да біреу бүйтіп оңға бұрып кетеді ғой сол сияқты болды ғой бірақ осы жерден жүрген сияқтымыз осындай бір көрсетші не жерде мынау не здание бірдей еще бар ғой базар алматы базардан құралған ба қалай өзі сондай бір нәрсе қойдым сосын арасына бір-екі үй салып қойғансыздар ма қараймын торговыйдан сауда үйі андай үй магазин строймаркет чисто базар ғой алматы бизнес көшесі ма сондай бірдеме впереди искусственная неровность ой искусственная неровность дей ма былай да былай неровность болып тұр ғой и так неровность деген куда хуже ағаш деген не деген көп ей ана астананың жолдарын жамандаймыз ғой не шүкір астананың жолдары жаным сол астананың жолдары жестко шошыды бар мына видео видеоға жаздым ба жоқ сен түрін көрмеді ғой этаж үйді көрдім наконец-то бір сағат алматыда жүрмін тәке қарап жүрсеңіз айба көріп тұрмын мен көрдім бағана мына жер барлығы түсіп кетті ғой баң деді
Дәке, біз не үшін келдік айтшы? Біз ана қаланы көрмей тұрмыз да, биік үйлер. Тек қана жер үй, анау, мынау, стройка, магазин, базар деген да. Әлі андай биік зданиялар, бизнес-центр дегендерді көріп атқан жоқпыз. И көрмейтін де шығармыз. Груза таксиміз ғой біз. Осы біздің район, үйренемек, қойбай. Осы біздің район дейсің ба? О, бірінші қонақ үйді көріп тұрмыз. Впереди Көріп камера тұрма? на разметку. Міне бірінші қонақ үйіміз. Бірінші көрген қонақ үйіміз. 9 километр 14 минут қонатын жерімізге. Тамақ ішетін жерімізге келдік. Тамақ ішетін жерге келдік әйтеуір. Міне қағаны. Жоқ машина. Впереди камера Түнгі сағат 3-те кіріп келдік. Барлығы жақсы, барлығы аман. Қағанатқа келдік. Бұл жерде KFC бар. RP деген заправка бар, короче. Біраз нәрсе бар екен. Жеттік біз, жеттік. Алматыда туалетке кіру үшін обязательно бірдеме сатып алу керек екен. Бұл қағанат. Мына қараңыздар, дәретхананы не істеу үшін 27-34 деген. Дәке, мынау не енді? Мынау немене айтшы маған? Туалетке кіру үшін бірдеме сатып алу керек деген. Біздің адамдар ондай Астанада жадын емес қой. Вообще. Туалетім қызғанып қалған бірдеме екен бар ғой. Мынау просто Алматының астыңғы жағында жүрміз да. Үстіңгі жағын шағайық па? Үстіңгі жағында более-менее элита ғой, көрейік элита. Жүр көрейікші. 4 сағат болды ғой, әлі жете алмай жатырмыз ғой элитасына. Жетеміз ба точно? Ұйықтайықшы қазір бір жерге барып. Все, давай ұйықта. Все, Алматыға жетіп келдік. Спальный дайын. И так ақша көп құртып қойдық, гостиницаға ақша жоқ. Короче, енді ұйықтаймыз. Мыналарды тапсырамыз иелеріне. Одан кейін жұмыс бастаймыз, Все, болды. Біз жетіп келдік. Барлығы жақсы. Мынау біздің жасаған расходтарымыз келгенге дейін. Енді осы расходты ақшасын шығару керек. Ертең ары күні пахать етейік. Яғни бүгін түстен кейін және ертеңне с утра до вечера. Таңертеңнен кешке дейін. Рахмет барлықтарыңызға. Сау аман болыңыздар. Келесі видео Алматыда грузовой такси шығады ғой. Күтіңіздер.